осыдан бір 10 жыл бұрын сіз осы Көкшетауда тұрдыңыз, Көкшетауда жаттықтыңыз. Көкшетауды өзіңіздің туған қалаңыз деп ойлайсыз ба жалпы? Әне туған қаламызда бір өмірімнің біраз уақытын осында өткіздім. Мен үшін бір ыстық Көкшетаудың ауасы ыстық шығады әрине. Біраз қаншама жаттығу жасап, мен үшін не десем, Көкшетауда мен жалғыз өзім тұрғам уақытында. Қазіргі таңда келіп өзіміздің бірге жаттыққан достарымызды іздеп келіп тұрамыз сол жерге. Жалпы Көкшетау қаласы керемет қала. Сіз әлемге әйгілі чемпион болатын алдында дәл осы қалада тұрып, барлық өміріңіз осы қалада өтті ғой, жаттығуларыңыз? Жаттығуым осында болды. Бапкерім осы жердікі, сондықтан Көкшетау мен үшін мен тұрған қалаларында жақсы несін қалалардың бірі. Әрине қаншама не десем, воспоминания айтам, қаншама қандай жаттығу жасаған.